Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі адалдық сағатын дала кемеңгері, қазақ хандығының көрнекті саяси қайраткері, қаз дауысты Қазбек би Келдібекұлы бабамыздың өмір жолы мен нақыл сөздеріндегі әділдік және парасаттылық қағидаттарына арнайтын боламыз. Қаз дауысты Қазбек би қазақ халқының 17-18 ғасырларындағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Қазақ тарихындағы кесек тұлға, реформатор, шешен, қоғам және мемлекет қайраткері, бітімгер дипломат, сарыарқа төрінде өмір сүрген қаз дауысты Қазбек би Келдібекұлы. Қаз дауысты Қазбек бидің өмір жолы еліміз үшін жасалған жанкешті ерліктер, қабылданған батыл шешімдер мен әділ төреліктерге толы. Мәселен, баяғы Қазбек би уақ, бура мен соған жапсарлас арғынның басты адамдары зорлық пен параға айналды деп естіп, осы жақтан барған біреуден сол рас па деп сұраса, ол міңгірлеп жауап айта алмайды. Соны көрген Қазбек ауруын жасырған ажалсыз өлет, зорлықтан қорыққан амалсыз көнет. Айтайын десе бұған сор, айтпайын десе елге сор. 30 тістен шыққанды 30 ру ел білер. Қазақтың қайғысы қалмақ ет, берекемен жауын алмақ ет. Мынау берекені бұзатын ауру ет, не қылған ауру салмақ ет. Қазақтың түбіне жететін ауыр дерт, зығыр майындай жиылмаса егет деп кейіп жантая кетіпті дейді. Өздеріңіз түсініп отырғандай достар, қазақтың түбіне жететін ауыр дерт деп отырғаны ол парақорлық пен әділетсіздік. Сондай-ақ бабамыз бұл дерттің емі ашықтық екенін де өз сөзінде келтіріп отыр. Қазбек бабамыздың өмірінен тағы бір мысал келтірер болсақ, бірде ел үшін үш жаққа тартып, дау бітімі батырамас үшін қазаққа төбе би сайлау қажеттігі туындайды. Бұрынғылар айтқан екен, би екеу болса, дау төртеу болады деп. Сонда төбе би билікке талас болады. Ұлы жүз біз боламыз, өйткені жасымыз үлкен ағамыз. Кіші жүз біз боламыз, өйткені қара шаңыраққа иелік жолымыз үлкен дейді. Сонда Қазбек би аға төреші болмайды, алдында қаймығар жоқ. Іні төреші болмайды, артында қайрылар жоқ. Айбарқылар алдында ағасы бар, қаймығарлық артында інісі бар. Екі жағынан да қауіпті зор. Сол себепті әділ айтатын төбе билік ортаншы ұлға лайық деп, қара кесек Қазбек қазаққа төбе би сайланады. Осыдан ақ әділ төрелік ету үшін тепе-теңдік сақтау шарттарын би атамыздың көш алда білгендігін байқаймыз. Бұл өз кезегінде қазірде қоғам арасында кең тараған мүдделер қақтығысына жол бермеудің айқын мысалы. Мұнымен қоса, Қазбек би бабамыздың толғауларында адамгершілік мәселесі де сөз болған. Оны мына шумақтардан көруімізге болады. Өркенім өссін десең, кекшіл болма, кесапаты тиер еліңе. Елім өссін десең, өршіл болма, өскеніңді өшірерсің. Бүгінде Қазбек бидің сөздері мақал мәтелдерге де айналып кеткен. Мысалы, бір қолың ұршы болса, екінші қолың арашашы болсын. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Жауға сілтер қаруыңды жақыныңа сілтеме. Қорыта келе, Қазбек бидің өміріндегі құндылықтары туралы не қымбат деген сұраққа оның айтқан жауабын келтіре кеткіміз келеді. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат. Аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат. Асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат. Ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Достар, сөз соңында Қазбек би бабамыздың құндылық деп таныған дүниелердің ішінде ұят пен арды сақтауға, парасаттылық қағидаттарын ұстануға, еліміздің елдігіне, қазақи кеңдігіне, әдебиет мен мәдениетіне, экономикасына бәріміз бірігіп,
үлес қосуға шақырам.